20 жыл істеген жұмысымды бір күнде тастап кеттім. Табысым Құдайға шүкір, бір айда 750 мың теңге таптым. Жолдасым айтады, ане сен ана 2 аптада бақсып 80 мың теңге табасың, оны аренда төлейсің, оны свет төлейсің, сонда не қалады? Қайтадан айналып келгенде бір 50 мың тұстайсың да, соны табар аласың. Соны қайтадан сатасың да бақсып отырғаным ғой. Менің есімім Гүлім, Сәрсенбайқызымын. Өзім бухгалтерскийді бітіргем университетті. Бірақ ол жұмысты істеген жоқпын, басқа базардың жағалап кетті, жабай жаңа динозавр болып кеткенбіз ғой. Кішкентай точкам болды. 20-шы жыл екен биыл бір точканы басқарып, өзім бастық болып, енді тапқанымға сен күча ақшамен жүргеннен бәрі білінбейді ғой. Содан 2013 жылы базарымыз өртенді, өртенгеннен кейін жаңағы 1-2 айда үйде жаттым, времянканы саттық, $1000 $24-22 мың қалтада ақша бар дедік. Содан ол кішкене бит-битіп жан жаққа кете бастады. Біреу қарызымызды алып, ақша алып, ақшамызды бермей қойған жағдай болды. Ондайлар көп болды. Содан жаңағы жерге келіп, қой қайтадан жұмысым. Басқа жұмыс істесем, бір ашқа қалатындай, тағы ана жұмысқа қайтадан басым тығып аласың. Сонымен жаңа жұмыс істен кипяток саттым шыны керек. Енді 99 жылы келген кезде мен пасуда жуып көрдім да, барахолкада. Бір күн пас. Екінші ешкімге жұмыс істемеймін, мен өз-өзіме жұмыс істеймін. Мен өз-өзіме бастықпын деп шешкемді. Сол күйінше бастық болып кеттім. Қол астында 10 адам, 20 адамдай 2 точка, 3 точка алған күндерім болды. Солай істеттім. Құдайға шүкір, солай ақша таптым. Сол жұмысымда 20 жыл істеген жұмысымды бір күнде тастап кеттім. Осы сізге келердің алдында. Жолдасым айтты, сен таста да, ертең басталады екен ғой, сабаққа қатысып кет. Содан Шынар ханымға да рахмет, мыңда бір рахметімді айтам. Менеджер болып істейді екен. Сол кісімен сөйлесем, бірден кейін қиналып қалсам да сол кісіге звонить етем. Тура ең соңғы оплатаны мен жасаған шығармын деп ойлаймын жаңа. Базарда жүргеннен саудаласып үйреніп қалған. Түсірмейсіздер ма оны? Қазір ұялам шыны керек. 10 мың теңге түсірмейсіздер ма? Иә, последний клиент. Айтам, тура ертең болса кішкене 10 мың болса, кредитім болса да жабам деген ойда. Иә, бөліп төлеп. Сіз қалай төлейін деп тұрсыз? Наличка төлесеңіз 120 емес, 96 мың теңге төлейсіз ғой деп. Қарасам 2 ай білім алады екен, 2 ай білімде 96 мың теңге деген дарын, бұлайша айтқанда бесплатно деген сияқты. Мен келіп, бірінші күні келгенде ағайдың сабағына келгенде, қатты қуандым ғой. Сөйтіп, өте қуаныштымын, сіздің сабағыңызды оқып жатқан энергия, жаңа сізді қандай күш қуат беріп жатсыз. Аллаға мың рахмет сізге. Сізге сабағыңызға қатысқаныма өкінбеймін. Мен бірінші күні сөйтіп басында 0-ден баста дедіңіз ғой, сол сияқты 0-ден бастаймын мен өзім. Мына жерге келдім, жаңағы ағайды көрдім, осы кісінің сабағын алдым. Жаңа көптеген білмегеніміз көп екен шыны керек. Таргетинг, жаңағы офер құру деген табысым Құдайға шүкір, бір айда 750 мың теңге таптым. Басында ана жұмысты тасташ деп күйеуім жаңа жолдасым ұрысты да, тасташ ашық қалмайсың, мен ақпағам сен. Деді, содан мен қорқақтым ғой, ана кредит бар, қалай төлеймін, садик бар, қалай төлеймін дегендей әңгіме болды. Үйдің квартплатасы бар, сен тапқаны жетпей қалады ғой, мен үйде тыныш отырмайтын адам, сонымен тұрдым да қой дедім да, көзім жұмып, бірінші күні шықтым базарға 1000 теңге таптым, екінші таптым, сөйтіп бір магазинге товар жинадым, 50 мың теңге таптым, сол сияқты кетті ғой. Солай, мына жақсы жұмыс екен ғой. Жолдасым айтады, ане сен ана 2 аптада бақсып 80 мың теңге табасың, оны аренда төлейсің, оны свет төлейсің, сонда не қалады? Қайтадан айналып келгенде бір 50 мың тұстайсың да, соны табар аласың, сүт чайыңды, одноразовый стаканыңды, соны қайтадан сатасың да бақсып отырғаным ғой. Сөйтіп құрсын қой деп, ана қасымдағы алдынан сатам деген ғой, ана точканы 2 аптаға біреуді. Енді еңбегім ғой, менің неше жылдан бері жинап келген клиенттерім, қыздарым деп. Содан тастадым да бір күнде айттым, істемеймін, өзің істей бер, болды, рахмет. Осы жерде нан жедім, чай іштім, қыздарға да рахмет деп кеттім, бірақ көп қыздар. Жаңа өзімен неше жылда жұмыс деп араласып қалған қыздар, нүкіс жақтың қыздары көбінесе менде. Олар да қиналыңқырап, сен кетіп баратсың дегенде мен айтам, осы базардамын ғой, бірақ базардың өзінде қазір 2-3 ай болды. Көрген жоқпын, оларды шыны керек. Көруге де уақыт жоқ, сөйлесуге де уақыт жоқ дегендей. Қайырлы күн қандастар. Дәл қазір нөміріңізді қалдырсаңыз, сіздің салаңызды дамытуға арналған маркетингтің соңғы топ 10 құралдарын береміз. Ал енді екінші нем салам жаңағы әр точка 1-2 точкамен сөйлесіп қойғам. Жаңа киім-кешек, пастельдермен, сонымен бәрін қоям. Кеше 3 күн болды, өтірік айтпайын. Сіз алдында Инстаграмға жаңағы не ашыңыздар дедіңіздер ғой. Иә, жеке өзім бизнесің.
Инстаграмға жайында. Оны ашқаныма 3 күн болды. Онда да атын не деп қоям деп, ана миымды толықтай алмай, не текстиль оптым деп қоя салдым да. Тек қана ол жерге текстиль қоямын деп ойлап тұрмын. Енді маркетолог жалдау керек екен, оны түсіндім. Енді сол маркетолог жалдадым. Жалдағанда сөйлесіп қойдым. Жаңа Салтанат деген қызбен сіздерде. Пятница, суббота, воскресенье сабақта отырып клиент жинап отырмын. Ана группаға бір-екі қызға айтып қойдым, сіздер нетіп отырсаңыздар список составить ете бер деп. Кім ақша берді, кім ақша бермеді. Түн ішінде отырып тексерем. Клиенттерді біліп алған 2-3 күн отыратын. Соны ағай айтады, онда ұйықтап қалу керек. Оны ұйықтай алмадым шыны керек. Бір қалып бара жатқандай, ана елдің бәрі ақша өткізіп тастайды, кім өткізгенін білмей қаласың, ана бәленбай адамнан содан. Енді содан кейін жолдасым айтты, мына жерден алсам, маған пайда аз екен дедім, шыны керек. Содан кейін МСПСке барсам, МСПСке бардым, бірақ көптеген адамдармен, 3-4 адаммен таныстым. Содан кейін бір кісімен таныстым, бір Құралай деген қызбен таныстым да, сол Құралай деп бір қыз айтқан сияқты еді. Сол кісі екен деп барып қасында жүре бермеймін ба? Соң екінші телефон звонить етеді, мен Құралаймын, анаған айтам, сізде Құралай, анада Құралай. Енді ана бағынан бері көрсеткен адамды қимаймын. Ол да айтады, мен осы жерден нетіп жатса. Енді килограмдап шығарған ақша табады екен ол кісілер. 250 теңге. Сол бір күнде таптым 120 теңге. 120 мың теңге таптым. 120 мың теңге таптым. Басында біздің ондық басты сұрады ғой, кім қанша тапты жазыңыздар депші. 26-сынан бастап есептедім, мен 22-сінен бастаған жоқпын да, табыстарыңыз жаза беріңіздер деп, мен өзім дәптер бастаймын да, постоянно. Содан ана күндерді сауда жасаған бәрі қалып қойғанда жазылмаған. Содан 26-сынан бастап десе, сол 26-сынан бастап, сол күнге дейін есептесем, 2 күндігім жазылмаған 466 мың 500 теңге болды да, қалған 2 күндік есептесем 500 мың болып тұр. Қазір тағы да Қытайға заказ алып отырмын, карандаш. 2000 теңгеден акция болып жатыр деп жинап жатырмын. 2000 теңгеден болды. Қазір 2 жарымнан қайтадан көтерілді. 150 предмет қазір. Инстаграмның бәрінде жүр ғой. 4500, 12000 теңге деп сатылып жатқан. Соны 2000 теңгеден әкелем өзім. 1700 теңгеден шығады өзіме қолыма 300 теңге қосам, шыны керек оны жасыратын. Ал 2 жарымнан болғанда кішкене қазір Қытай заводтарын тексерем, логистикасын есептеймін, анау-мынауын есептеймін. Сөйтіп нетем. Бірақ енді армандар картасын жасаңыздар, 100% орындалады екен. Мен соған көзім жетті, әлі армандар картасын қойып қойдым. Сондай енді мен өте қуаныштымын, сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен қазір өмірім 180 градусқа, 200 градусқа өзгерді деп айтсам, мен еш қателеспеймін. Өйткені менің ортам басқаша болды. Алдында қыздармен, қазір ана қыздар шақырады, кел, отырысқа, анамына мен бара алмаймын, уақыт жоқ. Мен өйткені өмірім өзгерді. Мен өзім вообще ашуланып, ұрса бірдеңке десе шап бете қалатын едім ғой. Қазір ол мінезім вообще өзгерді. Қазір айтады, ойя, күн қандай тамаша. Қазір жолдасым наоборот ашуланып шығып кеткен. Мен айтам, ағайдың сабағына барсайшы деймін. Бағана шашын қырықтыруға кірді да, сен кіргіздің деп мен нетеді ғой. Мен айтам, өзің отырдың ғой, енді білмеген. Бірақ енді шашын дұрыс алмай қойды, соған ашуланды. Ашуланған не пайда? Уже болар іс болды, бояу сіңді, бітті деймін. Сол сияқты ештеңкеге иә күн қандай тамаша, ашуланба деу керек. Ашуланбаймын өзім. Бұрын ететін ашуымге бағана сумка енді мосттан өтіп, яйланың жақтан товар аламын да, машинаны ана жаққа паркингке қойсам, бір жарты сағаттың өзі 300 теңге алады. Кейде тағы да қойсақ, тағы сонымен жолдың мына шетіне 100 теңгеге қоямын да, өзім мосттан жүгіріп өтем. Мақаншыға қарай товар жіберген кезде, таңертең 11-де кетіп қалды, соға дейін үлгеру керек деп жүгірем ғой, сол сияқты. Бірақ керемет, о кезде деген шаршауды білмеймін. 2 аяғым ауыр шет, қазір ауырмайды, жүгіре берем ғой, периодты. Сондай бір күнде табуға болады екен, мен көзім жетті. Басында мен негізі бұндай қатты ақша бит тауып кетем деген емес, мен бұл кісіне жаңағы чат-бот соларды, таргетингті негізі үйренуге келген адаммын мен. Мен жолдасыма да рахмет айтам, өзі Қарақолдікі жаңағы жолдасым. Қазір Қарақолдан өзім жолдасымның жолдасы класстасы оқып жатыр, сыныптасы. Телеграмға қарап қоймын, мен Асқар деген не қылып жүр? Бір-бірімізге қарап қойдық, сен не қылып жүрсің? Мен білім алу үшін келдім. Әлде кешеміз елдер айтады, қартайғанда білім алыпты деп, мен қартайған емес мәселе. Менен де кәрі кісілерді оқып жатыр, мен жаспын әлі деймін ғой. Сол сияқты, я білімді дамыту керек екен, қатты нету керек екен, сол жан-жақты болу керек. Сол сізбен мына бір дастарханда бір шай, бір тамақ жеп отырған өте қуаныштымын. Мен бақыттымын, мен миллионершімін, мен бармын, мен баймын.